педагогика, жалпы педагогикалық терминдермен бірге өзіне тән ғылыми терминологиясы бар. Ол даму мүмкіндігі шектелген баланың психологиялық ерекшелігін зерттеу процесінде қалыптасады. Қазіргі таңда арнайы педагогика ғылымында бірнеше өзекті мәселелер кездеседі. Келесі кезекті әріптестеріме берсем. Ақыл-ой кемістік классификациясы. Ақыл-ой кемістігі бұл диффуздық сипатқа ие бас ми қыртысының органикалық дамуымен шартталған танымдық іс-әрекеттердің тұрақты, қайтымсыз бұзылысы болып табылады. Қалыпты қалыптасқан мидың зақымдалу барысында пайда болған ақыл-ой кемістігі деменция деп аталады. Мысал алатын болсақ, деменциясы бар 4 жастағы балаларда фразалық сөйлеуі, және де өзін-өзі қалыптастыруға деген дағдылардың жойылуы, және ойын ойнауға, сурет салуға деген қызығушылығының төмендеу белгілері жатады. Ал танымдық үдерістерден алатын болсақ, есте сақтау мен зейіннің төмендеу белгілері жатады. Есейген сайын олардың патологиялық белгілері төмендейді. Ақыл-ой кемістігі бұл диффузиялық сипатқа ие бас ми қыртысының шарты бұзылысы. Бұл бұзылыс көбінесе балаларда, яғни жасөспірімдердің даму сатысында пайда болады. 3-4 жасқа келген балаларда бұл нәтиже байқалуы мүмкін, яғни бала өзінің ойынға деген қызығушылығын немесе сурет салуға деген қызығушылығын жоғалтуы мүмкін. Бұл тұрғыда патологиялық жағдай болғандықтан оған психологиялық көмек өте қажет. Даму психологиясы және жас ерекшеліктер психологиясы бұл жеке адамның психикалық дамуын және өмір тіршілігінде қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін психология ғылымының дербес саласы болып табылады. Даму кезеңінде адамда сандық және сапалық өзгерістер пайда болады. Даму психологиясы ол адамның жеке басының қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттейтін және сонымен қатар адамдардың өсу ерекшеліктерін қарастыратын, таныстыратын жүйе болып табылады. Даму психологиясының негізгі қозғаушы күшін және оның заңдылықтарын және адамның онтогенезде қалыптастыруын қарастырады. Даму психологиясы ол негізгі бөлімдерден тұрады. Ол мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуын және бастауыш сынып оқушылардың психикалық дамуын және олардың қалыптасуын қарастырады. Психологиялық дамуға әсер ететін жағдайлар: материалдық жағдай, баланың өзіне қажетті ұнайтын заттарын алуын, олардың пайдалануын қамтамасыз ету. Моральдық жағдайы, баланың рухани қажетін, яғни өзінің істеген ісіне деген сүйіспеншілігін, айналасына деген адамгершілік тұрғыдағы көзқарасын қалыптастыру мақсатына жетілдіру. Әлеуметтік жағдайы, балада адамгершілік, қарым-қатынасты қалыптастыру, адам баласына жоғары дәрежеде сыйластық пен көңіл аудару, өмірде өз орнын табуға көмектесу, тағы да басқа. Жеке жағдайы адамның жеке басының қалыптасуына, яғни оның адам үшін не қажет, өзін қызықтыратын қажетті жағдайлар. Психологиялық даму, яғни имбецил. Имбецил бұл латынның елеусіз, әлсіз деген сөзінен шыққан. Бұл жалпы айтатын болсақ, психиканың орташа бұзылуы. Осы имбецилдің, яғни ересек имбецилді салыстырғанда, оның дәрежесі бар болған 3-7 жастағы қалыптанған баланың деңгейімен бірдей болды. Интеллектуалды коэффициенті 20-50, ауыр жағдайда 20-35 болып табылады. Осы имбецилді балалар, яғни адамдарды дамыту үшін көптеген жағдайлар қолдану қажет. Олар жалпы білім алуға қабілетсіз болып табылады, яғни ойлау қабілеті өте төмен. Көптеген сөздерді түсіне алмайды. Олардың сөздік қорында небәрі 200-300 сөз бар. Бұның өзі жай ғана сөздер болып табылады. Олар тек жай ғана әрекеттерге қабілетті. Бұл дегеніміз үй жинау, кір жуу, ыдыс жууға бейімдеу үшін, үйренісу үшін көп көмектесу керек, яғни түсініспеушілікпен қарау қажет деп ойлаймын. Ақыл-ой кемістігімен қатар болатын орталық жүйке жүйесінің аурулары бар адамдарды ерекше топқа жатқызуға болады. Мысалы, шизофрения, эпилепсия және де тағы да басқа. Осы аурулардың қарқынды төмендеуі нәтижесінде психикалық бейнелер жойылады. Ақыл-ой кемістігі тереңдейді және де ауыр дәрежеге жетеді. Олардың эмоционалдық ерік саласының іс-әрекеттері және де жалпы тұлғалықтың спецификалық ерекшеліктері пайда болады. Уақытылы емдеу аурулардың қарқынды төмендеуін болдырмауға немесе тежелеуге мүмкіндік береді. Рахмет әріптестер. Бұл ғылымның дамуына атсалысу мақсатында біз де ақыл-ой кемістігі бар балалармен жүзбе-жүз кездескен болатынбыз. Экранға назар аударыңыздар. Біреудің атағы бар, бірақ абыройы жоқ.
Біреудің ақшасы бар, бірақ ақыл ойы жоқ. Біреудің достары көп, ішінде сенері жоқ. Беделің болса бар, болмаса керегің жоқ. Бір шалдың сақалы бар, елге берер жоқ баташ. Еркек деген аттар бар, ел қорғауға жоқ шамаш. Жылтырайтын тастар бар, арзандау сапас. Жылтырақ адамдар бар, ішінде алаш. Адамдар бар, ақшасыз өмірі жоқ. Адамдар бар, онсыз да көңілі тоқ. Адамдар бар, амалсыз жоқ таңдар. Адамдар бар, жасайтын жоқ. Әрине, өмір болған соң түрлі жағдайлар кездеседі. Тек осы өмір сынақтарынан сүрінбей өтсек екен. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.